Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздерге осындай ащы тұздықтың рецептімен бөліскім келеді. Бұл тұздықты осындай пекинский капусталарды алып тұздаға өте керемет дәм береді. Әрі тәбетті ашатын тұздықты менімен бірге жасап көруге кеңес беремін. Күз-қыс мезгілінде бұл салатты көп тұтынғандықтан осындай етіп бірден көп етіп жасап қойсаңыздар, тоңазытқыштан алып шығарып керек кезде пайдалансаңыздар болады. Алдымен болгар бұрышын жақсылап жуып тазалап алып, бірнеше бөліктерге бөлеміз. Ащы бұрыштарды да дәл солай, және сарымсақ. Төменге описаниясына толық мөлшерінің барлығын жазып кетемін. Бірінші кезекте ет тартқыштан осындай қолыма салофан пакет киіп алдым. Ащы бұрышымызды өткізетін боламыз. Ащы бұрышпен жұмыс жасаған кезде осындай салофан пакет немесе бір реттік пайдаланатын қолғаптарды кисеңіздер болады. Барлығын біртіндеп ет тартқыштан өткізіп аламыз. Бұл тұздық өте дәмді, әрі барлығы өз орнымен, яғни толық құрам бөліктерін төменге жазып қалдыратын боламын. Және сақталу мерзімінде өте ұзақ сақтай аласыздар. Неке барлығын өткізіп болдық. Енді біркелкі араластырып, бөлме температурасында 30 минуттай қойып аламын. Себебі бір-біріне жақсы араласып сіңуі үшін. Ешқандай да тұздың да қосудың қажеті жоқ. Неке 30 минут көлемі өтті. Енді осындай ыдыстарымызға, яғни бір реттік пайдаланатын шелектерімізге салып, холодильнигіміздің төменгі бөлігінде сақтайтын боламыз. Ешқандай да бұзылмайды. Қажет кезде шығарып қойып тұтынсаңыздар болады. Бұл тұздық пекинский салаттың өте дәмін келтіреді, және сорпа немесе манты кез келген екінші тағамдарды да қасына қосымша ретінде берсеңіздер болады. Әсіресе суық кезде, тоңып келген кезде осындай ащыменен салатты немесе тағамды тұтынатын болсаңыз, бойыңыздағы суықтың барлығын шығаратын болады. Достарым, неке біздің ащы салатымыз дайын болды. Холодильнигіміздің төменгі бөлігінде сақтап, қажет кезде шығарып, ертіп алып, пайдалана беруге болады. Достар, осы тұздықты пайдалана отырып, чимчи салатының да видеосын дайындап қойдым. Келесі жолы көретін боласыздар. Немесе төменге сілтемесін қалдырып кетемін. Өте керемет болып шығатын чимчиді осы тұздықпен үнемі жасаймын. Сіздер де жасап, отбасы мүшелеріңізді қуантуға кеңес беремін. Егер менің видеом ұнаған болса, арнама тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Замира. Келесі кездескенше сау болыңыздар.